Тұрғындарға мемлекеттік қызмет көрсету сапасын жақсарту ақпараттық даму тұрғысындағы басым бағыттардың бірі. Мобильді үкімет инновациялық жобасы елімізде 2014 жылы іске қосылған болатын. Бүгінде кез келген азамат ұялы телефонның көмегімен үйден шықпай-ақ қажетті мемлекеттік қызметті пайдалана алады. Мобильді үкіметтің оңтайлы тұстары жайлы Аманжол Нұртазинның бейнематериалында. Әсел Әділжанова мобильді үкімет қызметін қолданушылар қатарына жақында ғана қосылды. Бұған дейін ол халыққа қызмет көрсету орталығына келіп, құжаттарды сол жерде рәсімдейтін. Заманауи технологиялар дамыған заманда енді бұл оп-оңай шаруа дейді ол. Оның тиімдігі несінде, оны ең келген қолда барған ұялы телефонмен кіруге болады. Ең бастысы ол уақыттан тиімдігі. Мысалы, мен қаланың басқа шетінде болсам, ұялы телефоннан кіріп, мекен-жай туралы анықтаманы сұраныс жіберіп, оны қолға алып, басқа бір маған соны талап ететін мекен-жайға барып, нөмірін айтсам, олар маған айтады, я, ол справка анықтама дұрыс екен. Айта кеткен жөн, мобильді үкімет арқылы тұрғындар мемлекеттік қызметтің 28 түрін пайдаланып, 18 төлем операциясын жүргізе алады. Уже сегодня это можно сделать через центр обслуживания населения. Мобильді үкіметтің көмегіне жүгіну үшін ұялы телефоны бар азамат нөмірін сайттағы тіркелген атаумен байланыстыру қажет. Сонда ғана кез келген смартфон арқылы қажетті қызметке жүгіне алады. Мобильді үкімет заман талабы. Бүгінде Европа мен Азияның барлық дамыған елдерінде бұл жоба тиімді жүзеге асырылуда. Қазақстанда ол 2014 жылы іске қосылды. Бүгінгі күні тың технологияны қолданушылар қатары өсіп келеді дейді мамандар. Аманжол Нұртазин, Ерлан Қалиев, ақпарат.